Ол маған әрдайым дұрыс жол көрсетеді. Бұл менің екінші мүмкіндігім, екінші өмірім. Сол кісілердің арқасында отбасымды сақтап қалдым. Ол кезде қорқынышты еді. Ондай сәттер ешқашан естен шықпайды. Бұл менің өмірімдегі ең маңызды шешім. Жақсылықтың құны болмайды. Ол ізгі ниетпен өлшенеді. Біз Айманмен әлеуметтік желіде танысып сөйлесіп жүрдік. Екеуміз екі қалада болған соң кездесе алмай жүрдік. Себебі мен жұмыстарым көп болып қарбаласып кетті. Бір күні үйге келсем, анашым ұшаққа билет алып қойыпты. Енді қазір біз үлкен өмірге қадам басайын деп жатырмыз. Анашым, сізге үлкен рахмет. 92 жылдан бері ауырамын, қант диабетімен. Бір күні бүйрегіңді ауыстыру керек болмайды, сен ары қарай уже өмір сүре алмайсың деді. Маған екінші өмір сыйлаған туған әпкеме мыңда бір алғыс айтамын. Бұл қадамға екі адамның бірі барады деп ойламаймын. 19 жасымызда отбасын құрғанбыз. Бұл кезде жас болдық, көп нәрсені біле бермедік. Ұрыс болып, ұрыстың аяғы үлкен айқай бола жаздады. Сол кезде себепші болған ағаларым, сол кісілердің арқасы шығар, отбасын сақтап қалдық. 20 жылдай уақыт болды қазір. 3 баламыз бар. Алғысым шексіз. Рахмет. Мына бір жаман аурудың шыққан кез еді. Ауырып, екі өкпемнен қысып, демаламай жаттым. Біздің өмірімізбен алпарысты. Аққалатты абзал жандардың арқасында осындай халге жетіп отырмын. Әр уақытта басымды иіп, рахметімді айтамын. Қарлы боранды күні үйден қонаққа қыдырып шыққанбыз. Жолда келе жатып, машина тайғанап, жолдың жиегіне шығып, сайға түсіп кетті. Жаурап тұрып қалдық енді біраз. Сосын барлығы жабылып, машинаны көтеріп, жолға қойып берді. Полиция қызметкерлеріне және де жолдағы жолаушыларға өз алғысымды білдіремін. Қытай Халық Республикасының Тарбағатай облысында дүниеге келдім. Жат жерде сұлтан болғанша, өз еліңде ұлтан бол деген қағидамен 2004 жылы ат басын ата мекенім Қазақстанға бұрдым. Осы барыста мен егеменді Қазақстаныма, құшағын кең жайған бауырмал қазақ халқына басымды иіп алғысымды айтамын. Өміріңіздегі қымбат жандарға алғыс айтыңыз. Алғыс адамдарды жақындастырады, қуанышқа бөлейді. Ал біз әрдайым бірге болған үшін өз көрермендерімізге алғыс айтамыз.